Баршаңызға сәлем. Сіздермен пайдалы кеңестер арнасы. Ауыз ойылғанда не істеуге болады және стоматит пайда болғанда не істеу болады, сол жайлы айтатын боламын. Ең алдымен арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Ауыз ойылуды медицина тілінде стоматит деп атайды. Негізінен жас балаларда жиі кездеседі. Ол әртүрлі инфекциялардың әсерінен пайда болады. Соның ішінде ауыз қуысын дұрыс күтінбегендіктен және антибиотикті көп ішкендіктен де ауыз ойылады. Кейбір адамдарға тәтті тағамдар жақпағандықтан да үнемі аузы ойылып жүретіндері бар. Стоматит пайда болған кезде сутегі ерітіндісінің бір шай қасығын 0,5 стакан суға құйып ауызды шаю керек. Немесе сондай-ақ бір таблетка пурацилинді 1 стакан суға араластырып ауызды шайған жөн болады. Ауруды жеңілдетудің сондай-ақ 2 жолы бар. Ауыз қуысын шаю. Бұл үшін шөп ерітіндісін түймедақ, емен қабығы, қырмызы гүл немесе стоматологиялық тұнбаларды сатып алуға болады. Екінші, күлдіреген қызыл еке, камистат немесе метрогидин гельдерін жағу өте пайдалы болып келеді. Бұлардың қабынуға қарсы әрекеті бар және ауруды азайтады. Әсіресе балаларға қолданғанда абай болу керек. Сол сияқты стоматиттен арылған соң міндетті түрде тіс щеткасын ауыстыруды ұмытпаңыз. Өйткені бұрынғы инфекцияларда қайтадан бас көтеруге үлестерін қосады. Бүгін берген ақпаратым сіздің пайдаңызға жарады деген үміттемін.